Отандық вакцинаны сынақтан өткізудің үшінші кезеңі қаңтарда басталады. Мамандар 3000-дай еріктіге екпе салуды көздеп отыр. Егер барлығы сәтті өтсе, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ковидке қарсы қазақстандық препаратты тіркеуден өткізуі тиіс. Кейін вакцина шығарылып, тұрғындарға жаппай егіле бастайды. Ал қазір оған ерте. Вакцина түрлі жастағы 200-ден астам еріктіге салынып, сынақтың екінші кезеңі жүріп жатыр. Оны әзірлеген биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми зерттеу институтындағылар вакцинаның тиімділігі жоғары дейді. Өзіміздің халқымыз үшін біз сапасыз вакцинаны шығармаймыз. Оны толығымен біз кепілдеме бере аламыз, сапасына, оның қауіпсіздігіне толығымен кепілдеме бере аламыз, және оның тиімділігіне бере аламыз. Неге десеңіз, біз ол технологияны жаңағыда айтып кеткен, біздің институтымыз ол технология толығымен игерілген. Ол бізде бірнеше вакциналарымыз бар. Десе де сынақтың аяқталғанын күтуге тура келеді, ал оған дейін вакцина шығаратын зауыт құрылысы жүріп жатыр. Ол Жамбыл облысындағы биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми зерттеу институтының жанынан бой көтерді. Жылына 60 миллион доза вакцина шығару жоспарланған, осы арқылы ішкі нарықты қамтып қана қоймай, екпені экспортқа шығару көзделген. Бұдан бөлек президент Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде ресейлік вакцинаны өндіретін тағы бір зауыт салынатынын айтқан еді. Қазір бұл жобаға инвестор іздестіріліп жатыр.